Ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фируза Мырзаева. Бүгін ерекше видео болмақ. Бүгін бұламық тамағының рецептісін үйреткім келіп отыр. Бұл қазақ халқын ұмыт қалып кетіп жатқан ұлттық тамағы. Кейбір жерлерде атала деп аталынады. Жаңа босанған келіншектерге міндетті түрде жасап беріп отырған баяғыда. Ішінде қалып кеткен қандары түсуге, белінің тез бекем болуына, 40 күнде өзіне тез келуіне, баласына өте пайдалы. Әрбір босанған келіншек 40 күн үзбей ішсе көптеген аурудан айығатын керемет рецепт. Жасалу жолын бірге көрсетейін. Бізге ол үшін бірінші қолдың майы керек болады. Табаға осылай қолдың майын ертіп алғаннан кейін ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Негізі мен ұнды көп қуырып қойып жатырмын. Астына бір жасағанға қажет болатын дозаны сіздерге жазып қалдыратын боламын. Өйткені Алла қаласа 4-шімді босанайын деп жатырмын. Енді бұл босанғаннан кейін 40 күн үзбей ішем деп ниет етіп отырмын. Сол үшін көп қуырып қоямын. Осылай қайта-қайта араластырып отырып, ұнымыздың осындай қоңырқай түске енгенше қуырып аламыз. Өте дәмді болады. Бір реттік қажеттілікке осындай ұнымызды електен өткізіп қосқан дұрыс. Өйткені арасында дұрыс қуырмай қалған ұндары болады. Оны осындай қасықпен езіп араластырып жібереміз. Сосын бізге қажет болады сүт. Ұнымызға сүтті қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Өйткені ұн іртік болып қалмау керек, жақсылап араласу керек. Сосын отқа қойып, қайнатамыз. Баяу отта үнемі қозғап отырып, қоюланғанша 5-10 минуттай. Тұз, кішкене қант қосамыз. Сонымен біздің негізіміз дайын, яғни ұнымыз, сүтке піскен ұнымыз дайын. Енді осыған көп жерлерде тек қолдың майын қыздырып қосады, ал мен қолдың майына пиязды қуырып алып қосқанды жақсы көремін. Ең алғаш қызымды босанған кезде анам да, енем де осы рецептпен жасап берген. Осы рецепт қатты ұнап қалды. Содан кейін пиязбен майды қуырып, пиязымыз піскеннен кейін жаңағы дайын болған негізімізге қосып ішеміз. Ыстықта ішу керек, теріңіз бұрқ ете қалады. Өте жақсы көмектеседі. Босанғаннан кейін іш қату, баладағы колик, әйелдің бел ауруы, іште қанның ұйып қалып кетуі, осылардың барлығына ем болады. Міндетті түрде істеп ішіңіздер, ханымдар. Сіздерге ең керекті тағамның бірі. Босанғаннан кейін қалыпқа келу. Мен тіпті кейде сағынып өзім осылай дайындап ішем. Дәмі енді өте тіл үйреді. Бір ішіп көрген адамға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Қажетті бір дозалық рецептіні мен астына қалдырамын, ханымдар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағам сіздердің денсаулықтарыңызға өте пайдалы. Келіндеріңізге, қыздарыңызға жасап беріңіздер. Әрбір босанған келіншек міндетті түрде ішу керек. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Енді босанайын деп жүрген келіншектермен бөлісіңіздер. Өз келіндеріңізге, қыздарыңызға міндетті түрде жасап, Алладан үлкен сауап алыңыздар. Сіздермен болған Фируза Мырзаева. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеоларда жолыққанша.